Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Нұрасыл Азат және біліп жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз адам организмдегі қан айналымы жайлы толықтай түсіндіріп өтетін боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Сенің артерияларың, яғни күре тамырларың мен көк тамырларыңды өз организміңдегі жолдардың желісі деп ойша елестетіп көріңіз. Осы жолмен қан жүреді. Жүк машинасы сияқты сенің жасушаларыңа қажет заттектерді әкеледі де қалдық өнімдерін әкетеді. Артериялар мен көк тамырлар сенің организміңнің көлік немесе қан жүретін жүйесі. Қанның айналуы. Қанды денеге бүкіл организмдегі ең еңбексүйгіш бұлшықет жүрек қорытады. Ол 8 түріндегі маршрутты жүріп өтеді. Қысқа шеңбер бойынша қан жүректен өкпеге және кері жеткізіледі. Ұзын шеңбер бойынша қан дененің басқа мүшелеріне жеткізіліп, содан кейін кері қарай жүрекке барады. Қан не істейді? Қан сенің денеңнің органдарын оттекпен, сумен және нәрлі заттармен жабдықтап, олардан шығарындыларды көмір қышқыл газын кетіреді. Ол сондай-ақ инфекциямен күресу үшін қажетті жерлерге ақ қан түйіршіктерін жеткізеді және қанның ағуын тоқтату, денені кесіп алған жағдайда жараны жазу үшін қоюланып, тағы бітеу жасайды. Тағы не істейді? Ол сенің денеңнің тұрақты температурасын ұстап тұрады. Қан топтары. Қанның барлығы бірдей емес. Қанның 4 тобы бар және әрқайсысына нөмір берілген. Сенің қанның 1-ші, 2-ші, 3-ші немесе 4-ші топқа жатуы мүмкін. Сенің жүрегің қалай жұмыс істейді? Күніне шамамен 100 000 рет соғады. Орта салмағы ерлерде 300 грамм, әйелдерде 200 грамм. Ұзындығы 12 см, жалпақтығы 9 см. Адам жүрегінің бұлшықеттері шамамен жұдырықтың көлемімен бірдей. Жүрек сенің денеңмен қанды қотарып айдап, оттекті жасушаларға таратады және қалдықтарды кетіреді. Жүректе 4 камера болады. Төменгі 2 қарынша және жоғары 2 жүрекше. Егер жүрек тоқтаса, денеңнің бірде-бір мүшесі жұмыс істемейді. Қанның құрамы қандай? Қан қызыл қан түйіршіктерінен, ақ қан түйіршіктерден, тромбоциттен және плазмадан тұрады. Плазма негізінен судан тұрады, әрі онда еріген белоктар, глюкоза, минералдар, гормондар мен көмір қышқыл газы да бар. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге қанның айналымы және қанның айналуы, қан не істейді, қан топтары жайлы толықтай мәлімет бердік. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.